Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз персик қосылған пирог пісіреміз. Алдымен жұмыртқа мен қантты араластырып аламыз. Содан соң қаймақты қосамыз. Сұйық майымызды қосып араластырамыз. Содамызға бір қасық уксусты қосып, гашный соданы осы сұйықтыққа құямыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп қосып, құймалжың қамыр жасаймыз. Формамызды сары маймен майлап аламыз. Видеода көрсетілгендей осылай сары майдың үстіне ұнымызды жабыстырып шығамыз. Бұл бізде алдағы уақытта қазір бисквитіміздің, яғни пирогымыздың көтеріліп пісуіне керек болады. Алдымен қамырымызды салып алып, бетіне жаңағы кесілген персиктарымызды қойып шығамыз. Бетіндегі корица қосылған сахарная корочканы жасау үшін алдымен сары майды бетіне құйып шығамыз, ерітілген сары майды. Содан соң қант пен корицаны араластырып, бетіне сеуіп шығамыз. Мінекей біздің сахарная корочкасы бар пирогымыз дайын болды. Персик немесе кез келген жемісті қосып пісіре берсеңіздер болады. Өте тез әрі дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.